Сәлем, менің YouTube парақшама қош келдің. Бүгін неге шешім шығару кейде қатты қиын болып кетеді. Екі таңдау болсын, оңайсыз нәрсе болсын, қиын нәрсе болсын, неге әрдайым шешім шығаруға қатты қиналамын деген сұрақтың төңірегінде бірге талқылайық. Психологиялық нақты паттерндар бар, соларды саған түсіндіріп айтамын және соңында техникалар беретін боламын. Сенімен мен Серік Аймұратқызы және апта сайын қысқа да нұсқа видеолар арқылы психологияны жеңіл тілмен жеткізетін сенің психолог құрбың. Бұл видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде подписка жасашы. Сен үшін жай ғана тегін әрекет, мен үшін келесі видеолар түсіруге өте күшті стимуляция. Ендеше кеттік. Неге шешім шығару әрдайым маған қиын дейтін сұрақ сені де мазалайтын болса, онда мен саған бүгін сен білмейтін бір нәрселерді де айтуым мүмкін. Өтініш видеоны соңына дейін қара және ішінде беретін техникаларды бастысы жаса. Себебі қазір Instagram бар, TikTok бар, Threads бар, в общем, YouTube бар, не көп, информация өте көп. И сен информацияның басын видеоны тыңдап жатқан кезде, болды, мен мына тақырыпты білемін деп ойлауың мүмкін. Или же тақырыпты оқыдың бірден, все, мұны естігем уже деп келесі тақырыпқа өтіп кетуі мүмкін. Неге? Себебі любой адамда бір өзінің бір иллюзиясы, коронасы болады. Я все знаю деген. Неге? Себебі адамның просто оқып алады, білемін деп ойлайды. Бірақ оқу мен өмірге өткізу екеуі бірдей нәрсе емес. Егер біз оны өмірге өткізбейтін болсақ, просто 72 сағаттық какой-то информация алдық деген сөзді. Сондықтан өте маңызды нәрсе. Мен әрдайым өзімнің видеоларымда соңында практика беруге тырысамын, міндетті түрде өмірге өткізетін нәрселер беруге тырысамын. Сондықтан қапы қалмас үшін бұндай нәрселерден міндетті түрде жазып ал және бұл ғылыми тұрғыда негізделген информациямен өзіңді толықтыруға тырыс. Өте қызық нәрсені көп байқаймын. Бізде жалпы мысалы өткенде видео салдым, жолдасымен күшті бір өлеңге билегенім, например. И ол оп-оңай алғашқы бір салғанның 30 минутында жақсы ақпарат жинады, чем отырып осылай сөйлеп, нейропсихологиялық бір тілдермен бірдеңе түсіндіргенге қарағанда. И байқасаңыз, біздің инфополяда көбінесе өсек, әңгіме, біреудің бір болған жаңалықтар, адамдардың өте қатты қызықтырады, и адамдар бірден сол нәрсеге ссылкамен өтіп тыңдағысы келеді, көргісі келеді мысалы, Ал мынандай информациялар өте көбісіне өте бермейді. И мен сізбен мақтан тұтамын. Себебі сіз дәл қазір өсек-пөсектің артында емес, осындай кейде қызық емес бір контентті тыңдап отырасыз. Қызық емес, яғни өсек жағынан, бірақ на самом деле сенің өсуіне, дамуыңа әсер ететін контенті. И мен өз аудиториямен әрдайым мақтан тұтамын. Неге? Себебі вот реально аудиториям өте мықты, осознанный, и маған жаңадан қосылған аудиторияның сұрақтарынан бірден білемін. И бірақ ол кісі деп басында сұрақтары басқаша болғанмен, менің видеоларымды қарау арқылы, Инстаграмдағы стористарды қарау арқылы со временем тоже біздің вайбқа кіріп түсінеді, что оказывается это так дегендей. И жалпы маған өте қатты ұнайды сіздермен жұмыс жасау, сіздерге пайдалы болу және профессионально сіздер үшін қызмет ету, иншаллах. Сол үшін менің каналыма қош келдіңіздер, әрдайым қуантып тұрыңыздар. Осылай келіп, бүгін тақырыпқа оралатын болсақ, мысалы, бір өте қызық историямен бастағым келіп тұр. Бір күні бір пожарник болады. Бұл өте танымал оқиға. Қай жылы екендігін, именно қай ғимаратта болғандығы есімде жоқ. Алайда бір үлкен пожар болады, и пожарниктер 30-ға жоқ адаммен, командамен келеді ана жақта. Главный командир бар, барлығы жүгіріп келіп, пожарды тушить етіп бастайды. По протоколу белгілі бір заңнамалар барлық профессияда бар сияқты, оларда да бар. И они начинают по протоколу жүгіріп терезеден кіру керек, сосын суды алып не істеу керек деген сияқты бір протокол бойынша келе жатады. И бір уақытта командир стоп дейді, өзімен өзі бір басқа шешім шығарады. Айтады, барлықтарын тез жиналыңдар да мына зданияны покиньте дейді, то есть тез тастаңдар дейді. Сосын енді ол командир ғой, қалған 30 адам алады, просто оны тыңдайды. И алады, барлық 30 адам шух етіп зданиядан, ғимараттан шығады. Ровно 3 немесе 4 секундтан кейін ана здание жарылады. Бомба, да? И получается, бар жоғы 3-4 секундта командир қанша адамның өмірін құтқарды. Негізі былай қарайтын болсақ, неге? Себебі вовремя, мықты, резко шешім шығара алды.
Неге десеңіз, себебі интервьюда осыдан кейін айтады, былай ақылға салсаң, ана жақта олар по протоколу жалғастыру керек еді. Ақылға салсаң, там от жанып жатыр ма, жанып жатыр, дым келіп жатыр ма, келіп жатыр. И они должны были тушить этот огонь по протоколу. Но в один миг, жаңағы интервью беріп жатқан командир айтады, я почувствовал, что дым не такой, как в других пожарах. И я почувствовала, что цвет, да, то есть бірінші мұрын сигнал берген, сосын цвет дейді, ана оттың цветі қызыл емес, там күлгін түсті бірдеңе деген сияқты бір жауап айтады. Мен не разбираюсь в этой теме, но жауабы соған ұқсас болады. И сол кезде түсіндім дейді, здесь что-то не то, и резко нужно что-то делать дейді, да, и алады резко шешім қабылдайды, покиньте это здание, здесь опасно деген ше. И барлығы соның арқасында тірі қалады, аман қалады. Получается, ключевой момент мына жақта былай қарасаң командир. И олар пожарник болғаннан кейін белгілі бір не бойынша жүру керек, заңнама бойынша, былай деп. И тут тастап кетіп қалу ана жерде үлкен бір жауапкершілікті талап етеді. Да? Бірақ ол командир лидерлік қасиетінің арқасында, өзінің интуициясының арқасында сондай шешім қабылдады и резко 3-4 секундта адамдарды құтқара алды. Енді өмірге келетін болсақ, өте көп жағдайлар бар, біз шынымен бірден шешім шығаруымыз керек. Да? Ол бірден болуы мүмкін, немесе өте маңызды үлкен шешім болуы мүмкін. И көбінесе адамдар осы шешім шығарудың орнына нақты ойланып жүреді, там шығарайын ба, шығармайын ба, үйтейін ба, бүйтейін ба деп. И ол, представляете, адамның энергиясының 70-80% жеп қояды. Сол ой просто 70-80% жеп қояды. И былай қарасаң, андайда адам өзінің потенциалы бар, өзін дамытуға болады, күшті нәрселерді жасауға болады, бірақ ол адам үйтудің орнына не істейді? 70-80% энергиясын күйеуге шығайын ба, мына кісіге шықпайын ба, мынаны жасайын ба, жасамайын ба деген сияқты нәрселермен көп энергиясын жоғалтады. Представляете, да? Біз егер біз адамға проект ретінде қарайтын болсақ, мысалы сен өзіңе проект ретінде қарайтын болсаң, онда лучше же оны дамытуға, да, полностью күшті потенциалды ашуға, күшті қолдануға. Но ондайға мүмкіншілік жоқ. Неге? Себебі сенің миың сол шешім қабылдамағандықтан сода колеблется. Былай істейін ба, былай істейін ба, не істеу керек еді, үйту керек, бүйту керек пе деген сияқты нәрселерге. Енді ондай кезде получается сен не потенциалды дұрыс аша алмайсың, не соңында дұрыс шешім шығаруыңа да көп нәрсе кедергі келтіреді. И тут ключевой момент, что же тебе помогает, да, бұндай сәтте дұрыс шешім шығаруға. Мысалы, бизнесқа вступить в этот бизнес или нет, мына бизнесті бастайын ба или нет деген сияқты бір моментте не көмектеседі? Сенің интуицияң көмектеседі. Интуиция деген сөзді айтқан кезде көбісі ойлайды, ойбай, эзотерика, что ли, ты чё, это о чем деген сияқты. Но на самом деле интуиция ол кез келген адамда бар, ол былай емес, да, мына адамда там вокалға дауысы бар, мына адамда жоқ, мына адамда биге икемі бар, мына адамда жоқ емес. Интуицияны Аллах тағала барлығына берген, және ғылыми негіздерге қарайтын болсақ, интуиция нақты дәлелденген. Шынымен де адамда интуиция бар, и ол любой адам оны қолдана алады. Бірақ өкінішке орай, ол қатты дамымай қалған, өспей қалған, қатты контактымыз жоқ. Неге? Себебі кішкентай кезімізде біз денемізбен контактты жоғалтып алдық. Әсіресе вот қандай сөздермен, мысалы, жаурап тұрсың ғой, киіз үстіне деп мама айтуы мүмкін. Хотя сен жаурап тұрған жоқсың по факту, да, бірақ мама айтқан соң сен ойлайсың, мама же енді сен кішкентай кезде мама сен үшін авторитет қой. И сен ойлайсың, мен жаурап тұрған шығармын, мама дұрысырақ біледі, кие салайын. Да? И сол кезде бала уже өзімен контакт теряет. Мен шынымен жаурап тұрмын ба, әлде жаурап тұрған жоқпын ба деген дейді. Или, например, қарның аш бол ба, аш емес па, неважно, же ананы тауыс тамақты деген кезде тоже ты теряешь контакт с собой. Неге? Потому что сен өзіңді сезе алуың керек, да, қарным аш па, аш емес па. А тут, получается, тебе говорят, же давай до конца, еще и авторитет, да, и сен не істейсің, ну, конечно, авторитетке бас иесің, да. И вот, и соның кесірінен у тебя очень сильно так теряется контакт с реальностью, контакт со своим телом. И соның кесірінен біз кейде біздің денеміз бір интуиция айтып тұрса да, мынаны жасасаң күшті болатын сияқты деген сияқты интуиция келіп тұрса да, біз оны көбінесе жасамаймыз. Неліктен? Себебі қорқамыз. Себебі өзімізге сене алмаймыз. Ал шынымен дұрыс сигнал ма, дұрыс емес сигнал ма нақты білмейміз. И сондықтан мы предпочитаем лучше біреуден сұрай салуды.
да, там посоветоваться. Енді ол адам сізге совет берген кезде өзінің интуициясын қоспайды ғой, ол просто өзінің ойын айтады, да. Ал біз аламыз да сол ойды рас деп ойлап, сол оймен әрекеттеніп кетеміз. А по факту сен өз интуицияңды, сенің жағдайың басқа, сенің контекстің басқа, сенің өмірің басқа. Сен өз өміріңе жүгіне отырып, өзіңнің бүкіл контекстке жүгіне отырып шешім қабылдауың қажет, да, ана жақта. И поэтому очень важно, например, допустим, твой ребенок, сен педиатрға барасың, педиатр, как всегда, по протоколу саған одно и то же жазып береді. Наверное, это уже 10 рет балаң там жөтеліп барса, 10 рет болсын бір рецепт жібереді. Қарасаң, сол баяғы биродуалма бірдеңе деген нәрселердің барлығы одно и то же повторяется. Но на самом деле интуициясы бар кім бұл жерде? Анасы, сенсің. И анасы ретінде сен шешім қабылдай аласың. Да, балаға интуитивно сезіп, дәл қазір шынымен де антибиотик керек па, или же шынымен де дәл қазір там ингаляция көмектесе ма, или су көбірек көмектесе ма дегендей, оған сенің интуицияң көмектеседі. Да? Но өкінішке орай көп адам интуициясын басып тастаған, тыңдамайды, и соның кесірінен не істейді? Просто вот это кім не айтады, сонымен өмір сүреді, да. Подругам баласын былай емдепті, былай емдеп көрейін, врач маған былай деді, былай істеп көрейін деген сияқты. Или тұрмыс құру мәселесі. Тұрмыс құратын кезде просто көп қыздарда байқаймын, өзінің нақты құндылықтары, өзінің нақты принциптары көбінесе жоқ, да. Адамда не істейді? Просто біреуден қайталайды. Мен подругам так мынандай болсын деп айтты, мен де сондай құндылық қойып алайын өзіме дегендей, да. По факту ол сен үшін вообще маңызды құндылық болмауы мүмкін. Но как бы сен роскошный максимум, базовый минимумдар тыңдап алғансың инстаграмнан, да, осының барлығын естіп алғансың, и ты просто берешь, начинаешь все это как бы вот сонымен шешім қабылдауға тырысасың, да. А интуитивно, возможно, твое тело говорит наоборот, не подходи к этому человеку, убегай от этого человека, но ты думаешь, что это классный парень, и давай осымен бара салайын деп. Да. Почему такое происходит? Вообще, если вы спросите, где живет интуиция, я бы сказала, интуиция живет в твоем теле. И из-за того, что нету контакта с твоим телом, к сожалению, не болады, сен көп шешімдерді дұрыс шеше алмайсың, дұрыс шығара алмай қаласың. И контакт с телом орнату үшін бірінші кезекте не істеу керек? Мидағы выз деп тұратын фоновая тревогадан арылу қажет. Байқасаң, тек баста өмір сүретін адамдар бар, да. Денесі бір бөлек, өзі бір бөлек, тек қана бір баспен өмір сүретіндер бар. Ол қандай? Тек қана тревоганың ішінде, тек қана уайымдардың ішінде, анаған былай айту керек еді, мынаған бүйтпеу керек еді деген сияқты ойлардың ішінде өмір сүретін адамдар. И ол өкінішке орай, как бы сіз де болуыңыз мүмкін, мен де болуым мүмкін, да. И бұл кезде, получается, біз тревогада өмір сүрген кезде, біз денеміз не айтып тұрған байқамаймыз, да. Мысалы, бывает, біреулер қарны ашқанын байқамайды, біреулер наоборот қарны тойғанын байқамайды, біреулер там, не знаю, денесінде дұрыс емес размер таңдағанын байқамайды, да, өзінің киімі ретінде, аяқ киімі ретінде тіпті. И это очень печально, потому что денемен контакт жоғалу деген ол уже көп нәрсеге әсер етеді. Здесь и сейчас өмірден кайф ала алмайды, либидо, там, анау мынау дегендердің вообще даже аты жоқ, да, ол жерде вообще не кайфует от всего этого, оргазм дегендердің. И поэтому очень сложно жить с такой женщине. Сөздің шындығы керек, өте қиын. И ол проблеманы шешу үшін, жалпы, да, мидағы тревоганы азайту үшін, шешімді шығаратын мықты интуиция қалыптасу үшін, жаңағы пожарниктағы командир сияқты өз интуициясына сене алу үшін не қажет? Конечно же, егер қысқа мерзімді әрекеттермен де оны көмектесуге болады, немесе ұзақ мерзімді әрекетке ол, конечно же, терапия керек деп айтар едім. Қысқа мерзімді нелермен айтайын, бірінші сіздерге практика болсын, себебі барлықтарыңыз терапияға әлі дайын емес болуыңыз мүмкін. Практика ретінде не керек болуы мүмкін? Біріншісі, өзіңіздің денеңізбен контактты кері қайтару. Ол үшін бірінші кезекте просто начинать чувствовать то, что ты делаешь каждый раз. Например, раньше, егер сен просто там крем жаққан болсаң, в этот раз кәдімгідей сезініп жағу, да. Или же раньше, возможно, ты неправильно выбирала размеры одежды, да, а в этот раз постарайся прям по размеру одеваться, да. То есть бірінші кезекте не істеуің керек? Шынайы өмірде
денемен болып жатқан нәрсені сезініп жасауға тырыс. Мысалы, йогамен айналысып жатсың ба, сезініп жасауға тырыс. Екінші, мен не айтар едім, момент замедлениені жасау. Мен оны соңғы видеоларда и так бергенмін, да. Момент замедления ол в моменте өзіңнің ойларыңды зафиксировать, да, каждый раз фиксация жасап отыру, и ол сенің миыңдағы быз деп тұрған хаосты кішігірім болсын реттеуге өте күшті көмектеседі. И үшінші не істеуге болады деп айтатын болсаң, онда ол сезімдеріңді сезінуге тырысу. Мен дәл қазір не сезіп тұрмын, және бұл сезімім неге байланысты болып тұр. Өзіңе әрдайым осы сұрақты қою арқылы сен шынымен өзіңнің өміріңе көмектесе аласың. Жоқ, Серік, бұлардың барлығы ұзақ, қиналып кетемін, я это делала, но не получилось, ничего не поменялось дейтін болсаң, онда, скорее всего, тут уже более короткий путь через терапию. Каждый раз твоя терапия будет тебе помогать восстанавливать этот контакт треугольника. Треугольник деп жатқаным сол сенің миыңда болып жатқан нәрсе, сезімдерің және денең. Осы үшеуін біріктірген кезде сенде интуиция одан да қатты естілетін болады, одан да қатты саған жететін болады. И интуиция, знаешь, это такая вещь, возможно, в детстве ты его погасила, но он у тебя до сих пор стоит. Если постараться, можно оны жайлап дауысын көбірек естуге. И знаешь, на самом деле өмірде көбірек жетістікке жететін адамдар өзінің интуициясымен контакты бар адамдар, да, бақытты адамдар да интуициясымен контакты бар адамдар. Сол үшін бұл терапия сенің болашаққа қойып жатқан өте үлкен вложение, да. И тек қана өзіңе емес, в то же время сен балаға да оны передаешь өзіңнің балаңа, да, интуицияны дұрыс естуді. И как раз таки қазір мен осы 8 март құрметіне және де Рамазан айының құрметіне мен өзімнің бүкіл мықты деген продуктларыма үлкен жеңілдіктер жасап жатырмын. Это лоты получается. 5 және 6 март күні 2 күн ғана болады. Осы 2 күнде міндетті түрде үлгеріп қал, өзіңе ең ұнайтын деген продуктларды алып, яғни өзіңе мысалы трансформациялық ойын мүмкін, соны ал, немесе ұзақ мерзімді проработкадан өткің келе момент ырсығаны алсаң болады, немесе хотя бы бір терапия алып көрші, чтобы почувствовать вот этот вот кайф, да, и бірінші терапиядан кейін ты поймешь, ого, вот оно как работает, ну все, тогда я иду в долгий срок деп көбісі одан кейінге де ұзақ мерзімді терапияға шешім қабылдайды. Сондықтан міндетті түрде ол мүмкіндікті қолданып қал, ол жылда бір рет қана болады және орын саны шектеулі болады. Сондықтан дәл қазір стористарыма өтіп міндетті түрде өзіңе колокольчик қойып қой, подпишись, лоты деп жаз, мен саған өте күшті жеңілдіктердің тізімін саған жіберетін боламын. Сенмен болғанмен Серік Аймұратқызы бүгін интуиция туралы сөйлестік, және де оның өмірге қалай әсер ететіндігін және шынайы дұрыс шешім шығара алу үшін не істеу керектігі туралы айтқан болатынмын. Егер бұл видео саған шынымен де пайдалы болса, мен үміттенемін пайдалы болды деп. И ондай болса, осы видеоға лүпіл қалдыруды ұмытпа, коммент жаз, қандай келесі видеоларда қандай тақырыптар қозғағанымды қалайсың. Ендеше келесі видеоларда көріскенше.